Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители. Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Менің қалам». Тема нашего сегодняшнего урока «Мой город». Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Қала, город, қала, город, тұру, жить, тұру, жить. Мен тұрамын, я живу. Мен тұрамын, я живу. Біздің қалада, в нашем городе. Біздің қалада, в нашем городе. Мектеп, школа, мектеп, школа. Бірнеше мектеп, несколько школ. Бірнеше мектеп, несколько школ. Балабақша, детский сад. Балабақша, детский сад. Кітапхана, библиотека. Кітапхана, библиотека. Жоғарғы, высший. Жоғарғы, высший. Оқу орындары, учебное заведение. Оқу орындары, учебное заведение. Мәдениет, культура. Мәдениет, культура. Мәдени, культурный. Мәдени, культурный. Өнеркәсіп, промышленность. Өнеркәсіп, промышленность. Өндіріс, производство. Өндіріс, производство. Ескерткіш, памятник. Ескерткіш, памятник. Ғимарат, здание. Ғимарат, здание. Демалыс, отдых. Демалыс, отдых. Егісті алқап, пассивная долина. Егісті алқап, пассивная долина. Танымал, известный. Танымал, известный. Заман талабы, требования времени. Заман талабы, требования времени. Түрлену, изменяться. Түрлену, изменяться. Жайнай түсу, процветать. Жайнай түсу, процветать. Еңбекқор, трудолюбивый. Еңбекқор, трудолюбивый. Өзеннің жағасында, на берегу реки. Өзеннің жағасында, на берегу реки. Енді осы тақырыпқа байланысты мәтінді тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, текст к новой теме. Мен Қостанай қаласында тұрамын. Я живу в городе Костанай. Костанай еліміздің солтүстігінде Тобыл өзенінің жағасында орналасқан. Костанай расположен на севере страны на берегу реки Тобол. Қалада бірнеше мектеп, балабақшалар, жоғарғы оқу орындары, музейлер, мәдени орталықтар, кітапханалар, өнеркәсіп фабрикалары бар. В городе есть несколько школ, детских садов, высших учебных заведений, музеев, культурных центров, библиотек, промышленных фабрик. Қаламыз қазіргі заман талабына сай жайнай түскен. Наш город процветает в соответствии с современным требованием. Қостанай көрікті, таза қала. Қостанай красивый, чистый город. Қала тұрғындары еңбекқор, өте қонақжай. Жители города трудолюбивый, очень гостеприимный. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.